Сәлем достар, сіздермен бірге Xenodales және менің бүгінгі 9-шы видео блогым басталды. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай менің алғашқы анимациям жасайтын боламыз. Қалай жасау керек, жалпы не істеу керектігі жайлы осы видеода айтып кететін боламын. Олай болса, біз бастаймыз. Бізде алғашқы бетте дәл осындай 3 объект тұрады. Бізге бұл 3 объекті қазірше керек емес. Бізге тек Shift A батырмасын басып, мына жерде empty деген plain access-ті алатын боламыз. Plain access осындай крест сияқты, плюс сияқты өзінің бір аудармалы жаңағыдай кез келген объектіні осыған жалғасақ, біз аудармалы кез келген бағытқа қарай бұра алатын боламыз. Енді біз кубокты аламыз. Кубокты белгілейміз, дәл осы access empty-ді белгілейміз. Сөйтеміз де біз Ctrl-P-ді басамыз және Object Keep Transform деген басамыз. Міне біздегі Make Parent деп тұр. Make Parent дегеніміз уже бұл мына екі объекті бір-біріне бірікті. Значит, біз empty арқылы кез келген мына жердегі rotation, location, scale деген кез келген бағыттарды бұрсақ, біздегі кубок сол бағытқа қарай айналады, сол бағытқа қарай өзгеріп отыратын болады. Енді біз астындағы таймфреймді тақташасын қолданатын боламыз. Бізде empty-дің мұндағы rotation Z бағытын ғана өзгерту керек болады. Бірінші біз мұндағы нүктені Z бағытының қасына нүктені басамыз. Бізде уже уақыт ашылды. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай сары белгі жанды, мұнда да сары нүкте жанды. Біз бірді 90-ға дейін апарамыз. Біз бірді 90-ға дейін апардық. Енді біздегі уақытты қойсақ болады, өйткені мұнда жасыл түс жанып тұр. Біз кез келген градусты қою үшін керек болатын нәрсе 180 градус деп мен қоямын және қайтадан мұндағы нүктені жабамын. Сонда біздегі ашқан уақыт бірінші кадр мен 90-шы кадрдың арасында 180 градустағы мұндағы empty айналып береді. Сонда біз бірінші кадрдан 90-шы кадрға дейін біз 180 градустық айналым жасадық. Енді біз 91-ден мұндағы empty-ді 91-ге қоямыз. Empty-дің бағытын және мен I батырмасын басамын және мен 91-ді 150-ге апарамын. GZ бағытына қарай бір көтеремін дәл осылай және қайтадан I батырмасын басамын. Міне бізде айналып келіп 91-ші кадрдан 150-ші кадрға дейін ол біздегі empty көтеріледі. Енді біз empty-ге көтерілгеннен кейін біз мұндағы Z бағытына қарай тағы да бір кішігірім уақыт градус Z бағытына градус өзгерту керек болады. Ол үшін біз 92-ге қоямыз. 91-де бізде бос орын жоқ, өйткені бізде уақыт ашылып қойды. Тоже 90-да да уақыт ашылып қойды. Енді біз 92-ші кадрға қойсақ, бізде уақыт бос тұр. Сондықтан біз мұны 149-ға апарамыз. 149-ға апарғаннан кейін мұндағы 180-ді минус 180 деп жазамыз. Минус 180. Міне енді нүктемен жап. Біздің кубок төбе жоғары көтерілгеннен кейін айналып барып көтеретін болды. Енді біз қайтадан пәске түсіріп, қайтадан пәстегі айналмалы түсірімді жасауымыз керек болады. Біз ол үшін 51-ге қоямыз және I батырмасын бір басамыз. 51-ге қоямыз. GZ бағытын басып осылай төменге түсіреміз. I батырмасын бір басамыз. Міне достар, біз өзіміздің empty-ді Z бағытына қарай жоғары шығып жатқан кездегі айналмасына қойдық. Енді біз соңында кадрға 250-ге GZ бағытына қарай осылай түсіріп, қайтадан I батырмасын басып, біздің өзіміздің уақыттық кадрдың соңын жабамыз. Дәл осылай. Міне сол кезде біздегі empty бағыты түсетін болады. Енді мен empty бағытына қарай бір кішігірім айналып түсетін division жасағым келіп тұр. Ол үшін біз қайтадан 51-ді 49-ға апарып қоямыз. Сонда біз минус 80 деп жазамыз. Минус 80 жазып нүктені басамыз. Біз жаптық. Міне все. Достар, біздегі анимация рөлі іске қосылды. Бізде басында бізде бір айналды және жоғарыға көтеріліп барып айналды және жоғарыдан төменге қарай түсіп тұрып айналды. Достар, біз өзіміздің анимациямызды жасап болдық. Көріп тұрғандарыңыздай, келесі видеода сіздермен бірге алдын ала дайындайтын анимацияны жасау керектігі қалай жасалады, келесі видеода үйретіп кететін боламын, таныстырып кететін боламын. Сіздермен бірге Xenodales. Келесі кездескенше.